Сәлеметсіздер ме? Бүгін ажар тюрбанын жарты сағатта тігуге қалай тігуге болады жайлы айтамын. Бізге осының екі түрлі мата керек. Астар мата және негізгі мата. Қалаған матаңыздан тігіп алсаңыз болады. Әуелі видеоны бастамас бұрын, көрмес бұрын арнамызға жазылып, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Әуелі маған мындай дайын лекала жасап алдым. Кейін тағы да тігіп алуға оңай болу үшін, қайта-қайта сызып жүрмес үшін осындай дайын лекала жасап алдым. Ол үшін мен мындай парақтарды пайдаландым. 3 парақты жалғап жасасаңыз болады, немесе арнайы парақтар сатып алсаңыз болады. Мен үйде не бар, қандай парақ бар, қандай зат бар, соны пайдалануға тырыстым. Енді мындай бір парақты бойынша көрсете салайын. Осындай парақ алдым. Осыны екі бөлікке осылайынан бүктедім. Мына жағы астыңғы бөлігі 24 сантиметр. Мына астыңғы бөлігі 24 сантиметрға былай жаңағыдай не қыласыз, сызып аласыз. Үлкен былайынан қосқанда, яғни екі бетті ашқан кезде мынау общий 48 сантиметр болу керек. Және боковойдан жоғары қарай 14 сантиметр қылып сызамыз. Он 14 сантиметр қылып сызып, енді мен примерно көрсетіп жатырмын. Мынау 14 сантиметр, мынау 24 сантиметр. Содан кейін биіктігі 28 сантиметр болу керек. Надан былай 28 сантиметрге көтересіздер. Где-то осы деп белгілейін. Осы 28 сантиметрден мына 14 сантиметрге қарай доғал сызық сызамыз. Осылайынан штрихтап, кейінен үстінен басып алсаңыз болады. Содан кейін осыны жайлап қырқып аламыз. Арасын доғалдауы жіберсеңіз болады. Осылайынан қырқып аламыз. Осылайынан болады. Мына бөліктен 4 дана, осы 4 дана кесіп аласыз. Негізгі бөліктен 2 дана, астардан 2 дана, яғни былайынан 48 сантиметр, биіктігі 28 сантиметр және боковойдан 14 сантиметр көтеріп кесіп дайындап аласыздар. Бізге қажетті 2 мата, 2 түрлі лента, қайшы, чепшік және мата түстес жіп қажет болады. Ең алдымен матаны алып, таңдаған матаңызды алып, жаңа дайындап алған лекаланы, матаны 2 бүктеп, 2 дана шығу үшін матаны 2 бүктеп, лекаланы қойып, сызып, қырқып алатын боламыз. Астарлық матадан да 2 бөлік пішіп аламыз. Бізге осындай 2 сантиметрлік, ұзындығы 12 сантиметр болады резинка қажет. Ол шашты жинап тұратын бөлікке салынатын болады, төменгі бөлікке. Әуелі 2 материалымызды беттестіріп, астыңғы бөлігін тігіп алатын боламыз. Инелерді жақсылап қадап,
астыңғы бөлігін тігуді бастаймыз. Тігіп алған бұйымды енді жақсылап өтектеп, негізгі бөлікті ішке қарай қайырып, 1 сантиметрге қайырып, жақсылап өтектеп алу керек. Ол астардың көрінбес үшін солай жасауымыз қажет. Жақсылап өтектеп болғаннан кейін осындай артық жерлерін кесіп, екі бетті теңестіріп шығатын боламыз. Енді кезекте төменгі жағынан 2 сантиметр резинкамыз сиятындай етіп тігіп аламыз. Алдын ала бірдей болу үшін 2 сантиметрді сызып алсаңыздар болады, немесе машинканың арнайы белгісі болса, сол белгіменен тігіп отсаңыз болады. Мен солай тігіп шықтым. Енді тігіп болғаннан кейін осылай теруішке өткізіп, резинкені жаңағы жерден өткізіп аламыз. Өткізген кезде осы бас жағында матамен беттескен жерін бекітіп алып, ары қарай өткіземіз. Екі жағын тігіп болғаннан кейін осылай резинкаларды дұрыстап екі шетін тігуге дайындайтын боламыз. Одан кейін материалдарды қойып, екі бетін теңестіріп, ары қарай айналдырып тігіп шығамыз. Осы жерде мұқият болыңыздар. Резинка тігілген жерменен екеуін қосқан кезде астар мен астар, негізгі бөлік пен негізгі бөлікті беттестіріп, 4 бөлікті қосып 1 сантиметр етіп тігіп шығасыздар. Осылай бұйымды екі бетін бір-біріне теңестіріп, жақсылап инемен қадап аламыз. Содан кейін ортаңғы бөлігіне келген кезде 5 сантиметрдей тілік тастап кетуді ұмытпаңыздар. Бұл тілік жаңағы тюрбанды оң айналдыру үшін қажет болады.
ортаңғы бөлікке келген кезде закрепка беріп, астарды жоғары қарай көтеріп, негізгі бөлігін қосып, где-то 5 сантиметрді тігеміз. Оған да закрепка береміз да, қайтадан 4 бөлікті қосып, айналдыра тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін жаңағы тесіктен тюрбанды оң айналдырып, одан кейін жіптерден тазалап, жаңағы қалған тігісті тесігін машинкамен немесе қолдың көмегімен тігіп шығатын боламыз. Мен машинкамен тігіп шықтым. Осылай айналдырып болғаннан кейін, тігіп болғаннан кейін артық жіптерден тазалап, ине болса инесін алып, содан кейін тігіс түскен жерден, екі бөлік қосқан жерден, резинка бар жерден сборка жасаймыз. Лесинка қылып, осылай иненің көмегімен қадап отырып, қолдың көмегімен бірдей қылып лесинка жасап аламыз. Осылай жақсылап барлығын қадап алдық. Енді осы жаңағыдай сборканың үстінен тігіп шығатын боламыз. Мына біздің тюрбанымыз дайын. Өте әдемі шықты. Инелерден тазартып, жаңағы жіптерін тазартып, енді кие берсек болады. Мына тігілген сборканың үстінен негізі тастар, әшекейлер тігіп шықсаңыз да болады негізі. Бірақ мен осылай қалдырғанды жөн көрдім. Өзіме жарасып ақ тұрды. Өте басқа қонымды және әдемі тұрады. Тюрбан тігу сабағым ұнаған болса, каналға жазылып, тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.